тігін машинасын жетілдірген азаматтың есімі ел аузында әлдеқашан айтылып қалған. Исаак Сингердің өмірбаянында мұндай атақты ештеңе көрсетпеген сияқты, бірақ өмірде өз әзілдері бар. Әнші аштықтан аман қалу үшін өз машинасын 10 күнде жасап шығарды. 160 жылдан астам уақыт бойы барлық өркениетті елдердегі үй шаруасындағы әйелдер өмірді Сингер тігін машинасынсыз елестете алмайды. Бірақ олар бұл кәсіпорынның қалай құрылғанын және неге сонша табысты болғанын біле ме? Желкенді тігу үшін 14 ғасырда пайда болған алғашқы тігін машиналары өте ауыр және тұрмыстық пайдалану үшін өте қолайсыз болды. ғасырда Англияда, Австрияда және Америка құрама штаттарында тігін машинасы өнертабысы үшін көптеген патенттер берілді. Бірақ олардың ешқайсысы өз өнертапқышына даңқ немесе танымалдық әкелмеді. 1811 жылы 26 қазанда Америка құрама штаттарында болған Исаак Меррит Сингердің дүниеге келуін тарих күтіп тұрған сияқты. Ол Германиядан келген еврей иммигранттарының отбасының баласы болды. Исхақ бала кезінен тәуелсіз болуды үйренді. Әнші 10 жасында көрші қызды жүкті етіп алған деген аңыз бар. Жас Дон Жуан туған қаласынан кетуге мәжбүр болды. Ол кезде оның ата-анасы ажырасып кеткен. Содан бері Исхақ өзінің сүйіспеншілігімен таң қалдыруды тоқтатпады. Нағашысынан 10 ресми баласы болған. Әншінің барлығы 28 баласы болды, және ең жақын әйелдер. Исхақ 12 жасында ағасының үйіне көшіп келіп, күнкөріспен айналыса бастайды. Ол жергілікті механизаторға шәкірт болды, бірақ көп ұзамай бұл жұмыстан жалығып кетті. Ол саяхатшы труппаның актері болды. 20 жасында сахнадан кеткеннен кейін ол Эйри каналының құрылысында жұмысшы болып жұмыс тапты. Жұмыс қиынға соқты, әнші тау-кен өндірісін қалай механикаландыру туралы ойлана бастады. Дәл сол кезде ол өзінің алғашқы өнертабысын $2000 көлемінде жеке табыс әкелген бұрғылардың жаңа түрін патенттеді. Шамамен сол уақытта Исаак ағаш кесу және ағаш өңдеу машинасын патенттеді. Дегенмен бұл өнертабыстар ерекше сәтті болмады. 1850 жылы 39 жасында Сингер өмірін өзгертуге шешім қабылдап, Нью-Йоркты жаулап алуға аттанады. Онда ол баспаханада жұмыс істей бастады, теру машинасын жетілдірді. Іс жақсы жүріп жатқандай көрінді, бірақ бір күні баспаханадағы жарылыс Сингердің зерттеу нысанын қиратты. Жаңа шеберхана іздеп жүріп, өнертапқыш өзінің тігін машинасының үлгісін мақтанышпен көрсетіп жатқан дизайнерді кездестірді. Ол айтарлықтай жеңіл және тұрмыстық пайдалану үшін ыңғайлы болды, бірақ оның әлі де кемшіліктері болды. Бір тиынсыз әнші достарынан $40 қарыз алып, тура 10 күннен кейін тігін машинасын жасап шығарды.